Өзге де жаңалықтар жөнінде. Облыстық жыр жауһар поэзия клубына 10 жыл толды. Ең алғаш қарағандылық жас ақындардың ұйытқы болуымен құрылған шығармашылық бірлестік бірнеше буын өкілінің әдебиетке қадам басуларына ықпал етті. Жаса мәңгі жауһар жыр атты кеште жыл басынан басталған мерейтойлық шаралардың қорытындысы жасалды. Жыр кешіне зиялы қауым өкілдері мен арқаның ақын сазгерлері қатысты. Осыдан аттай 10 жыл бұрын Гоголь атындағы облыстық кітапхана қабырғасында жыр жауһар ақындар клубы құрылған болатын. Шығармашылық бірлестікте қазіргі таңда 60-қа жуық мүшесі бар. Жауқазын жыр жазуға талпынысы бар жас таланттардың басын қосқан аталмыш клубтың 10 жыл ішінде жеткен жетістіктері жетерлік. Сол кезде өзінің балауса жырларын қысыла оқыған бала ақындар бүгінде аға ақындар қатарына қосылып үлгерген. Қарағандының топырағынан талай тарландар мен таланттар түлеп ұшқан. Бұл өз кезегінде әр заманда өз толқынымен толығып отыр. 2006 жылы Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың жанынан жыр жауһар поэзия клубы құрылған еді. Сол бүгін 10 жылға толып отыр. Мерекелік кештің шымылдығын бүгінде жалпы қазақ жұртына танылып қалған жерлесіміз Сейіл аяған сызылтқан әнімен ашып берді. Одан әрі алашқа белгілі Серік Ақсұңқарұлы бастаған бір топ арқа ақындары құттықтау сөз алып, жалынды жырларынан шашу шашты. Кеш форматы поэтикалық сазды әуенді өтті. Жыр жауһарлық ақындар 4 блокқа, яғни 4 топқа бөлініп өнер көрсетті. Шырағыдық барларда да, ақшаңқан залдарда да, көк тиында жоқ еді қалтамызда, байлық тұрған мұнда арқамызда. Мәңгі олар өнерде екі дүние бар. Біреуі қасиетті бәсеке, екіншісі қасиетсіз жегенші күндесік деген. Сол күндесіктен аулақ болу керек. Бәрін өстіп, қаздай болып қалдық, бірге жүрулерің керек. Мынау өнерде өмір секілді, ол бір орында тұрмайды. Біреулер осып кетеді, біреулер қалып жатады. Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан шығармашылық сабақтастықтың жігін үзбей келе жатқан жыр жауһар поэзия клубының қазіргі қарқыны да көңілді марқайтып, көзді қуантады. Клуб мүшелері аймақта өткізілетін барлық әдеби шараларға ат салысып, республикалық мүшәйраларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Шығармашылық бірлестік ақындарының өлеңдері баспасөз бетінде жарияланып, алғашқы жыр жинақтары да жарық көріп үлгерген. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Поэзия, сен менімен егізбедің, сен мені сезесің бе, егіздедім. Алауытқан таулардан сен іздедім, қарауытқан таңдардан сен іздедім. Махаббаттан іздедім, сағыныштан, арманымнан іздедім, алып ұшқан. Сәттерімнен іздедім жаңылысқан, сен іздедім жабырқау жабылыстан. Сен іздедім сезімге у шараптан да, минуттан да іздеймін сағаттан да. Сен іздедім іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз қып жаратқан бар. Дара күндерімнің, нала түндерімнің, серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін, мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан. Жүрегім сыздаған кезде,
Жаным мұздаған кезде мен сені аялаймын. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен. Күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіңмен бөліскенім үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып о баста көріскенім үшін, өлең мен сені аялағы деп. Дала десең жарқ етер, даңқым деген бір өлең. Дала десең жарқ етер, халқым деген бір өлең. Мархаббатым шығарау, махамбеттің туғаны, ер ұлдарым болмаса есекем деп жүререм. Дала десең жарқ етер, сұлулық деген бір өлең. Дала десең жарқ етер, ұлылық деген бір өлең. Арман шығар даламда, абайымның туғаны, абайларым болмаса ақымақпын деп жүререм. Тарих стадионы, дала, тәні қан жоса, жалқарады ұлын ұл, көкте тұман торласа. Батырларым болмаса, қорқақ бүкіл адамзат, ақымақ бүкіл адамзат, ақындарым болмаса. Ақын болуды кешіру оңай деймісің қарағым. Аузында болу бұл өзі сыздаған әрбір жараның. Көкірегіңе құйып ап әлемнің асқақ бар әнін. Қосудың арпалысы бұл тоғыспас жолдар тораған. Қайырлы кеш, қайырлы қонақтар. Армысыздар, ардақты өлең сүйер, өнер сүйер ағайын. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының жанынан құрылған Жыр жауһар поэзия клубының 10 жылдық мерейтойына арналған Жаса мәңгі жауһар жыр атты мерекелік кешке қош келдіңіздер. Артқа қонған өнер мен өлеңнің қасиесі, киесі Қарагөз қалаңызға ие салған. Бойындағы құдіретін кешегі Мәди мен Қасымның, Дәуітәлі Стамбеков пен Тұрсын Жұмаштың жүрегіне құйған. Сыймай қалғаны бүгінгі таңда арқадан шығып, алашқа танылуға талпыныс жасап жүрген жас дарындардың жүрегінде лүпілдейді. Мәңгі өшпес махаббаттың да, сыры кетпес сұлулықтың да бүгінгі жаршысы солар. Иә, осыдан аттай 10 жыл бұрын 2006 жылдың 8 ақпанында кітапхана жанынан Жыр жауһар поэзия клубы алғашқы қазығын қағып, қабырғасын қалаған болатын. Мақсаты өлең атты мұзарт шыңға қол созған, жауқазын жыр жазуға талпынысы бар жас таланттарды қолдау болып табылады. Бұл клуб уақытпен бірге жетіліп, бірге толысып келеді. Ендеше Жыр жауһар клубы ол Қасым Жомаға, ол Алмаз Мырзахмет. Дәрігер көшелеріңізді аймаңыздар. Жыр жауһар поэзия клубы ол парасатты полицей, ол Қуаныш Медеубаев. Жыр жауһар поэзия клубы ол орталық Қазақстан. Ол Мирас Асан мен Жәнібек Әлман және де Рауан Әбілмолдин.
Жыр жауһар поэзия клубы ол Арқа Атшаба, ол Жанат Жанқашева. Жыр жауһар поэзия клубы ол облыс әкімінің баспасөз қызметі, ол Дулат Аманжол. Жыр жауһар поэзия клубы ол Қасым Кейзет порталы, ол Ерболат Қуатбек. Жыр жауһар поэзия клубы ол спорт басқармасы, ол Жәлел Шалқар. Қошеметтеріңіз. Жыр жауһар поэзия клубы ол Кеншілер мәдениет сарайы, ол Эльмира Орынбаева. Жыр жауһар поэзия клубы ол әуелеген ән, ол Аман Ахметжанов пен Марғұлан Уалиев. Жыр жауһар поэзия клубы ол Күмбірлеген күй, ол Манат Анықбаев. Жыр жауһар поэзия клубы ол Қарағанды мемлекеттік университеті. Университет студенттері, назарыңызда. Жыр жауһар поэзия клубы ол Қарағанды гуманитарлық колледжі. Студенттері. Олай болса, осы клубтың құрылуына мұрындық болған. Талай игі істердің жаршысы, жастардың жанашыры, кітапхана директоры Аманжолова Дина Базарбайқызын құрметпен сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Достар, маңыздар, тақтырақ болса болды. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Міне шынымен осыдан 10 жыл бұрын алғаш рет түндігін түріп, облысымыздың бас кітапханасында осындай поэзияны сүйетін, жырды сүйетін жастардың клубы ашылған болатын. Сол уақытта поэзия клубының құрамында бар жоқ алғашқы күнде 2 бала болған. Ол жаңа аттар аталған Алмас Мырзахмет пен Қуаныш Медеубаев еді. Осы 2 бала 2 оқу орнында білім алып жатқан бірінші курс студенттер болған еді. Бүгінгі күні өздерінің білімдерін алып, қызмет атқарып отырған үлкен азаматтар болып жетілді. Дегенмен, осы 2 баланың арқасында шығар көптеген балалардың басы қосылып қана қоймай, кітапханамызда Жыр жауһар поэзия клубы үлкен бір отбасына айналды. Олардың қатарына көптеген жастар қосылып, әлі де қосылып келе жатыр, толысып келе жатқан клуб. 10 жыл өтті. Біреуге бұл 10 жыл әрине көп уақыт болып көрінеді, біреуге аз уақытта болып көрінеді. Бірақ дегенмен де осы 10 жыл ішінде біздің балаларымыздың көптеген жетістіктерін айтуға болады. Көптеген балалар, осы ақын балаларымыз өздерінің алғашқы жыр жинақтарын шығарды. Республикалық конкурстардың жүлделі орындарына ие болды. Сонымен бірге бұл клубтың толысуына үлкен қызмет атқарып келеді. Себебі поэзия, Жыр жауһар поэзия клубы деген атауы болмаса, бұл клуб өнер сүйетін жастардың басын қосты. Бүгінгі күні ол поэзия, ол проза, ол күй, ол ән, ол би, сонымен кете береді. Мен ойлаймын, қазіргі заманға үлкен проблема болып табылатын кітап оқу мәселесін осы балалардың көмегімен көптеген кітапханашылар шешіп отыр. Себебі қазақ әдебиетін сүюге, өзіміздің аймандай жазушыларымыз бен ақындарымыздың еңбектеріне шығармаларын оқуға көптеген еңбектерін осы балалар жасап жатыр. Жастарды кітапханаға тарту, кітапхана үшін үлкен жұмыс болса, осы жұмысты бізбен бірге, кітапханашылармен бірге, осы біздің поэзия клубының мүшелері бірлесіп атқарып келеді.
Оған куә өздеріңізге танымал дәстүрлі Қасым оқулары. Биыл 6-шы жыл өткізіліп отырған Қасым оқулары үлкен бір белеске шықты. Ол оқулардың да бастамасы әрине осы Жыр жауһар поэзия клубының мүшелерінде. Сонымен бірге көптеген акциялар, басқа да көптеген іс-шаралар өткізіледі. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл поэзия клубының әлі де толысатын, жетілетін уақыты алда. Қазақ әдебиетіне өзіндік үлесін қосатын балаларымыз, яғни сарыарқаның ақын жазушылары көбейе береді. Сондықтан да бұл поэзия клубына үлкен жетістіктер мен еңбек тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан биіктерден көрініп, арқаның азаматтары, ақын мен өнер майталмандары атаныңыз. Сөз өзіңізде. Қарағандының төрінде ұлттық рухымыз арқамызда ойлап тұр. Мұндай оқиға күнде бола бермейді. Жыр жауһардың құрылғанына биыл 10 жыл болыпты. Қазақтың баласы 6 жасында атқа мінеді. 10 жылдың ішінде бұл клубтың ішінен толқын талантты қанатты жастар өсіп шықты. Жаңа сахнада тұрған жігіттерге, қыздардың бәрі ақыны, жазушысы бар, күйшісі бар, бәрі талантты жігіттер. Өнерде екі дүние бар. Біреуі қасиетті бәсеке, екіншісі қасиетсіз жиіркенішті күндесік деген. Сол күндесіктен аулақ болу керек. Бәрін өстіп, қаздай болып қалдық, бірге жүрулерін керек. Мынау өнерде өмір секілді, ол бір орында тұрмайды. Біреулер осып кетеді, біреулер қарып жатады. Қалғандары өнер деген бақшада гүл өседі, тіген өседі. Үй өсу керек. Бірақ тіген гүлге шырмауша, гүлді байдама көргеткен онда ұлттың рухы біледі. Сондықтан бәріңізге тілектестігімді білдіремін. Еранбекке бір жас ақындар барыпты. Сонда Еранбек айтып, қазақтың керемет ақыны. Қазір татып жүрсіңдер ғой. Күндердің күні бір-бірінен шықпау шықасыңдар. Бұл өмірдің эволюциясы. Оған менен жүгу болмайды, әдебиетте әртүрлі сөздер айтылады. Ғайбат сөздер өсек, әскерді таланттарындардың соңынан келеді. Пушкин орыстың анекдотына айналып кеткен. Бұл олардың трагедиясы. Пушкинді оқып, Пушкинге сүйсінер адам өмір бақылығы күлкі болмайды. Сондықтан өнерде бірақсат керек адамға, ол жүректің тазараға. Егер жүрекке кір түссе, одан ешқандай өнер адам шықпайды. Сіздердің тойларыңызға арнап, бала кезімде, қыз кезімдегі жүрген, қыз кезімде жүрген заманын ойлап, өлең жазылып сұрап келді. Өлең деген осы бір өлең менен, көресінің көп екен көрем деген, аузын емес ақынның асыр салып, арқасына бітеді өлең деген. Шаш топқа шығып бір шуылдаған, кезде талай арқамыз дуылдаған кезінде арқа қозып, небір артап сезімдер туындаған. Сұрақ барларда да, ақшанқан залдарда да, көк тиында жоқ еді қалтамызда, байлық тұрған бұлда арқамызда. Жарасқанға жөнішпай келгендер, кеңшілікте оғын көрген беріп, сол дүрмекке паштықын қосушы есен бары екеміз елдеңдер. Ішінен де іштеге сезедірді, біз өткіздік сондай бір кезеңінде, қашан өлең оқимын, ойпырмай, бесаттар қандайды кезеңінде, қайда қайран, шіркін сол алтын заман, найзағайдай аспанда жарқылдаған, бүгін көрдім біреуін, қолын күлсе, бұзар екен арқасы салтындаған. Аштопқа кіріп бір шуылдаған, бөлек әрі сол өндіріп буынмаған, асқақ оча шыққанда, аспан көтеп, армақ бітіп, арқасы туылдаған. Өлең деген осы бір өлең менен, көресінің көп екен, көрем деген, аузын емес ақынның, асыр салып, арқасына бітеді өлең деген. Қадірлі ағайын, жаңа сахна төрінде жас буын ақындарымыз шығып, және олар өздерінің төл шығармаларын жариялап жатқан кезде, төбем көкке бір жетпей қалды. Бір кездегі біздің арманымыз болатын. 10 жыл бұрын осы ақындар клубы құрылған кезде батамызды беріп, тілегімізді айтқан еді. Ол кезде оның қатары мынандай болады. Ұлттық келбетімізді қалпына келтіруге осындай сүбелі үлес қосады деген дүниені
көп адам сенбеген болар еді. Қазір тәубе осылардың арқасында міне қаншама аудитория жиналып, ұлттың жанашыры болып, тілдің жанашыры болып жұмыс істеп жатырсыздар. Сол еңбектеріңіз жемісті болсын. Бұдан сан ғасыр бұрын Кемеңгер Мөңке бидің өзіне қазақтың болашағы қандай болады деген кезде құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа көктейін пайдасы жоқ, ай сайын бастасқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бейжірей деген қызың болады. Алдыңды кес-кестеген кекірей деген келін болады. Ішкенің сары су болады. Итке берсең ит ішпейді, бірақ адам соған бар болады. Дөңгелек түймедей дәрің болады. Жастарға сөз етпейтін кәрім болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады. Жағаңнан алып түсетін болады. Алаш ұрақ ділің болады. Дүдәм алдан ділің болады. Халықтың қанын сорған жамандар болады. Қабағын түйіп қойып, қайыр сұрайтын адамдар болады. Ит пен мысықтай араласқан еркек пенен қатты болады. Соның бәрін көресің, көріп көресің. Тәуба, мың өліп мың тірілген қазағымның басына тәуелсіздік келіп, міне 25 жылдың ішінде өлгеніміз тәрбілеп, тілімізге жан бітіріп, өзіміздің мемлекет екенімізді, ұлт екенімізді барша әлемге тәтті. Еңбектерің жемісті болсын, мерейтой, мерейлі болсын. Облыстың басты қаласының іргесінде құрылған жастардың жапар еліміз Қарағанды облысы қасының еді. Қазақ халқы, қазақ елі жырды құрметтеп, біздің ұлттық әдебиетіміздің орны бөлек дүние. Сондықтан осы облыс кітапханасындағы жыр жаухар поэзия клубының мерейтойына отырып, біздің Қарағанды облысының мәдениет саласына қосып жатқан үлесі үшін осы жыр жаухар поэзия клубының еңбек еткен жастарына, Қарағанды облысы мәдениет басқармасына грамоталарын ұсынуға Қарағанды облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысының атынан құрмет грамоталарын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Алмас Мырзахметов, Бөкет атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің оқытушысы, Қазым журналының жауапты редакторы. Алмас Мырзахметов. Қуаныш Мекеубаев, Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкері. Мирас Асан, Орталық Қазақстан газетінің тілшісі. Сондай-ақ құрмет грамотасымен Рауан Капитолдин, Орталық Қазақстан газетінің тілшісі марапатталады. Құрмет грамотасымен Жадыра Байбуланова, Гуградағы абонемент бөлімінің жаңа үлгіде қызмет көрсету секторының басшысы, жыр жаухар поэзия клубының жетекшісі. Сондай-ақ Алғыс Хақпен Жәлел Шалқар марапатталады. Және Еркебұлан Ақбергенов Гоголь атындағы кітап сақтау бөлімінің кітапханашысы. Қош келдіңіз. Сондай-ақ Алғыс Хақпен Жорабаева Ақмаржан Бөкет атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті марапатталады.
Серікқызы, Қарағанды гуманитарлық колледжінің студенті. Сіздерді сахнаға шақырамыз. Келіңіздер. Сондай-ақ Ақмаржан Жорабаева. Сондай-ақ алғыс хатпен Манап Анықбеков, Қазақ ұлттық өнер университетінің магистрі марапатталады. Сізге көптен көп рахмет. Мирас Жатбекұлы, сізді микрофонға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қарағандылықтар, құрметті достар. Сіздермен мынау мәдени ошағына келіскен үшін жүректен қуаныштымын. Бүгін біздің қаламызға, облысымызға үлкен бір мерейтой деп айтуға болады. Бұл осы Гоголь атындағы облыстық әмбебап кітапханасындағы Жыр жауһар жастар клубының 10 жылдығы. Шынында да бұл үлкен мереке. Бұл осындай жастарымыздың, шығармашылық жастарымыздың басын қосатын осындай бір ортаның керектігі барлықтарына белгілі. Білесіздер, сөз қасиетін білетін, жүрегінде жалынды оты бар жастарымызбен ой бөлісіп, туындыларын талқылайтын осындай орталық шынында да осы керек дүние. Сондықтан да осы Гоголь атындағы кітапхананың ұжымына арнайы жастар саясаты басқармасының атынан шынайы алғысымды білдіреміз. Той құтты болсын, құрметті жастар. Біздің арнайы алғыс хаттарымыз бар, соларды оқып табыстау етіңіздер. Бәрекелді, біз әрмен қарай марапаттау рәсімін жалғастырамыз. Қарағанды облысы жастар саясаты жөніндегі басқарма басшысының атынан алғыс хат Ықыласов Бек, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің студенті. Ықыласов Бек болайыз. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті марапатталады. Ақын Ерік Қарнов. Әйткен Жоламан, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік студенті. Әйткен Жоламан қосылетеміз. Сондай-ақ Жандылышбаева Перизат, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті. Сәулехан Кәусәрия, нөмірі 7-ші мектеп-интернатының оқушысы. Ықыластарыңызды білдіріп отырыңыздар. Жыр жауһар клубының мүшелері. Бәрекелді, құрметті қонақтар, біздің құрметті сыйлы қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Жыр жауһар поэзия клубының атынан естелік сыйлықтарды табыстауға рұқсат етіңіздер. Қымбатты көрермен, сіздерден зор қошемет болсын. Біздің бірге тамаша Өзіңмен бірге өткізген күнді еске сап ойлап толғайта. Ой түйіп терең армандай берем, армансыз көңіл болмайды. Суындай қайнадым, толықсың жайдадым, сағындым ақ жүзіңді айналдым. Суындай қайнадым, толықсың жайдадым, сағындым ақ жүзіңді айналдым. Қаулаған ойлар, арманым жалғыз сендейді. Өзіңнен алған, көзіңнен алған, махаббат оты сөнбеді. Суындай қайнадым, толықсың жайдадым, сағындым ақ жүзіңді айналдым. Суындай қайнадым, толықсың жайдадым, сағындым ақ жүзіңді айналдым. Сағындым ақ жүзіңді айналдым. Құрметті өлең сүйер, өнер сүйер қауым,
мынау қазақ поэзиясының байрақты тойы Жыр-жауһар поэзия клубының 10 жылдығы құтты болсын. Жаңа осы залда отырып, осы өрімдей жастарды көріп, бізде сонау бір алыс қалған күндер есімізге оралып отыр. Кешегі советтер заманында академик Евгений Арслан Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің жанынан балауса деген шығармашылық бірлестігі құрылған. Ол ертеден 70 жылдардан бастап. Сол бірлестікте балаусада жұмыс істеп едік. Төрағасы болдық, жетекшілік еттік. Тура өздерінің студенттер, Жыр-жауһар поэзиясының мүшелері сияқты жалындаған жастар сонда жұмыс істеп, шығармашылықпен айналысып едік. 1986 жылғы желтоқсан қозғалысы көтерілісте де сол балаусаның қабырғасына шығып қатысқан еді. Соған да мінекей 30 жылдай уақыт болыпты. Осы Жыр-жауһардың тойында балаусаны айтпай кеткен дұрыс емес. Өйткені балауса шығармашылық бірлестігі сол кездегі осы Қарағандыда 7% студенттер келген кезде ғана осы 7% болатын ұлттық қазақ ұлтының өкілдері 7% болатын осы алып шаһарда сол кезде қазақтың рухын, қазақтың өнерін, өлеңін, домбырасын, әнін насихаттаған, жалғыз шырылдап жүрген сол балаусаның маңындағы студент жастар болатын. Республикалық деңгейде айтыс өткізіп, халықаралық деңгейде үлкен шаралар өткізді. Сол балаусадан түлеп ұшқан жастардың алды бүгін мінекей 60-тан асып, аяғы 40-тан асып мінекей осындай жасқа келді. Сондай қиын замандардың өзінде қазақтың рухын көтерген сол балауса шығармашылық бірлестігі еді. Осы Жыр-жауһар поэзия клубы, осының алдына жайып бек тұрып, атамыздың атындағы кітапханада бота клубы бар, интеллектуалдық. Осындай шоғыр қазақтың рухани, мәдени, осындай өнерін, әдебиетін, мәдениетін насихаттайтын орталықтардың көп болғаны нұр үстіне нұр деп бағалаймыз. Ендеше бұл Жыр-жауһар клубы тек қана өлең оқып, кітаптарын шығарып, концерт қоюмен ғана айналысқан жоқ. Осы 10 жылдың ішінде осы Жыр-жауһар поэзия клубы Қарағандыда, Арқаның осы алып шаһарында қазақтың рухани ортасын қалыптастырды. Поэзия қазақ әдебиетінде, оның ішінде қазақ поэзиясында тегеурінді үлкен толқын қалыптастырды. Сондықтан да бұндай шығармашылық бірлестіктердің, бұндай клубтардың тек қана жай ойын-сауық ретінде ғана емес, бұл үлкен осы Арқада, осындай үлкен алып шаһарда қазақтың, оның ішінде осы орталық Қазақстан өңірінің рухын көтеріп отырған шығармашылық бірлестік екеніне мақтан ету керек. Сол үшін қашанда қолдауымыз керек. Бұл Жыр-жауһардың 10 жылдығы, немесе ботаның 20 жылдығы, кешегі кеңестер замандағы балаусаның істеген осы істерінің барлығы бұл болашақтың еншісінде. Болашақта кешегі жас тұлпар, ақ жол, Алашорданы қалай тарихтан оқып жатсаңыздар, иншалла осы шығармашылық бірлестіктің атқарған қыруар істерін де болашақ ұрпақ, тарих бағалайды деген ойдамыз. Жыр-жауһар поэзия клубының 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Армысыздар, қадірлі жырсүйер қауым. Мынау бір кеш өте бір орынды болды ғой деп ойлаймын. Өйткені біздің орталық Қазақстанның әдеби өмірі туралы не айтылмай жатыр қазір. Кейінгі жаңалықтарды білесіздер, интернеттегі бір-бірін қаралап, бір-бірін аттап жатқан пікірлер бар. Бірақ мынау өзі кешегі Лев Гумилев сияқты Анна Ахматованың баласы бар еді ғой. Соған бір ғалымдардың берген бір жақсы мына анықтамасы бар. Ол пассионар тұлға деген. Пассионар тұлға деген кім? Өйткені оның артынан еретін адамы бар. Артында қар ормандай оқырманы бар. Соның діттегенін өзінің рухына балап, мына пассионар тұлғаның артынан еретін үлкен қауым болады. Сондай пассионар тұлғалардың бірі осы әдеби ортаны
қалыптастырған Серік Асылқазы ағама рахмет айтқым келеді. Секе жасай беріңіз. Мынау өзі Қадыр Мырзалиев бар да, Бәкір Тәжібаев бар, Серік Ақсұқарлы бар да, Шөмішбай Сариев бар, Мирас Асан бар да, Қалқаман Сарин бар. Біреуі ән үшін жазады, біреуі жан үшін жазады. Біздің жыр жауһардың осы жыр жауһар ұйымдастырған жігіттердің бәрі маған жан үшін жазатын сияқты болып көрінеді. Мен өзі Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті деген кафедрасы бар. Соған басшылыққа келгенде көп болған жоқ. Мен енді өткенге сын көзбен қарамай қой дегенмен де біраз жыл практикалық ақындармен теориялық ғалымдардың ортасында байланыс жұқпаған екен. Кезінде анау Илабилік деген керемет әдебиеттің теоретигі бардың. Сонда анау Есенейіндерге айтады дейді, сендер біздің арқамызда нан жеп жүрсіңдер, біздің арқамызда ғалым болдыңдар, доктор болдыңдар деп. Менің егер доктор болсам, профессор болсам, осы жыр жауһар сияқты үлкен әдеби ортадан өсіп шыққан ақындардың арқасы. Мен сіздердің арқаларыңызда нан жеп жүрмін. Бұл әдебиеттің сөзі осындай болу керек. Жыр жауһар жасай берсін. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Жәкең рахмет. Кафедра клубты мойындады. Керемет. Ал енді ардақты ағайын, бүгін бір тарихтың парағына жазылған жақсы күнді атап өтіп жатырмыз. Ана Жәлел осындағы тірей жыр дейтін баяғы. Жыр, жауһар, Жәлел қайда барса да жыр жауһарды айтады. Сол айтпақшы, мен де жаңа Қойлердің айтпақшы, сол балаустардың ортасында, балаустар мен ботаның ортасында Қойлердің өзі айтпай кетті, қарапайымдылық шығарып. Қойлердің басқарған Шипагер газетінде шамалы жүршік сол жақта. Одан орталықта жүрдік, вокзалда жүрдік. Біз ол өзі бір-біріміз таптық, бірақ бізге орын табылмады. Сөйтіп жүрген осы бота болды деді. Білгірлер, ойшылдар, ғалымдар, тапқырлар. Міне соның артынан міне іле-шала 10 жыл бұрын тұсау кескен жыр жауһар келді дүниеге. Өзіміздің бауырлар, өз алдымыздағы жүрекке жылы тиетін жақсы бауырларымыз, қарындастарымыз. Үй ішінен үй түтті дегеніміз, бұндай рухани құндылықтарды құндақтайтын орын әрбір мектептен ашылса артық емес. Сонда ғана ұлттық игіліктерді идеологияға айналдырамыз ардақты ағайын. Жолдарыңыз болсын, сондықтан менде көп бола қойған жоқ. Осы Жәкең Жайықбектер кітапханасына жастар бөліміне келгелі, жаңа бота орталығына, сол үлкен ұжымның жаңағы боталықтардың атынан жан-жақта қандай құзырлы мекеменің есігін жақсаңыз, біздің жігіттер мен қыздары көрінеді. Бұл да біздің нәтижеміз болар. Бәріміздің илегеніміз бір терінің ұшпағы. Құрметті Гогол атындағы әмбебап ғылыми кітапхана ұжымы мен жыр жауһар поэзия клубының мүшелері тарихи шытырмандардан шырмалып, шежірелермен шендесіп, шабытынан шуақ, жоқтауынан шер төккен бабам жатыр бұл жерде. Дәуірлердің демін жұтқан ұлы далам жатыр әлі. Мақтансақ маңғаз боламыз, шаттансақ шаң қаптырамыз. Дешті Қыпшақтың дұғасы да, мұрасы да, жойқын, жыры, өлеңі, өнері болатын. Біздің қазыналы Қарағандыда осыдан жас таланттардың тағы бір тобы, осыдан 10 жыл бұрын жас таланттардың тағы бір тобы тұсау кесті. Бұл облыстық әмбебап ғылыми кітапхана жанынан құрылған жыр жауһар поэзия клубы. Өлең бар жерде өнеге бар, ал үт көрілген жерде қашанда үміт болады. Жайықбектер атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасындағы бота жастар интеллектуалдық орталығы жалғыз емес, артында абайлы қарындастары мен жігерлі бауырлары бар. Қоғамның өләрі кездерінде де, өнер мен өмірде дәрісті білім мен достықты байланыс орната білген орталық клубтар дертімізге дауа, жолымызға демеу болмақ. Отауымыз ортаға ұлассын, оғландарымыз отанымыздың, оның болашақ бағытының оқ қағарына айналсын. Мәртебелі поэзияның мағыналы
жандарға денсаулық пен бақ берекет тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті, ниеттеріңіз нәтижелі болсын. Қасымнан ғасырға жалғасқан жыр жауһарға 20 жылдық тәжірибесі бар боталық аға бауырлар ақ жол тайлап бата береді. Талғармау. Ресми некемен іркес-тіркес туғанбыз. Октябрьдан пионер комсомолды қуғанбыз. 90-шы жылдары тоқығаның тарқады. Қызыл-жасыл дүние қырық пышақ қылғанбыз. Өнерада жетілдік. Өнеріміз не түрлі? Рекет пен берекет қатар туған секілді. Аруларды нақсүйдік, зарға сатып тақсүйді. Студенттік сәттер ай, қайырғамыз кекілді. Мұның бәрі балалық. Рух қайда далалық. 70 жылда жетім боп қалған екі аралық. Тарих пенен әділбет жағырап яған талас. Жаһан біткен жария жолдың бәрі жаңа. Алаш аты аспанда, алайда кім аңғарма? Бөліп алған пайынан пайда ойлаған бал бар ма? Жасөспірім жойқын жол, кітапхана кез болып. Тек тұлғыздар толқына тоқайласты талғарма. Пікір талас пәргенді, пысықтардың үнешті, әкелерден әңгіме, ағалардан жыр есті. Білгірлер мен ойшылдар, тапқырлар мен алғырлар, соңғы түйе соңынан ота болды білесің. Күмәнділеу кез еді, кеше қандай. Бүгін тат, Манарбектің көшесі, бұлбұда өнің ұндап, ескерткіштің барлығы есі барға сүйінші, жайық аға рухы жарқ еткендей жымыңда. Сақадай сай елім бар, қазақ қайдан күйінсін, сатылмайтын жерім бар, қазақ қалай қырылма. Жаңа ғана Руслан ағаларымыз оқыған ресми құттықтау бар ғой. Соған қарап отырсам, поэтикалық қуатқа толы осындай ресми құттықтауды бір жет көрдім. Ал енді қымбатты қауым, бүгін міне Қарағандының үлкен мейрамы, руханиятының берекесі. Себебі сол руханияттың алтын темір қазығына айналып келе жатқан жыр жауһар клубының 10 жылдық мерекесі баршамызға ортақ деп ойлаймын. Өйткені осында келген әрбір жас өздігіне ұлттық рухтың нәрін егіп, ұлттық рухпен суарылатыны анық. Ендеше берекелеріңіз болсын деймін.
Әңгімемді оңашада жазу үшін үй жалдап алып едім. Алғашқы күні пәтерге сіңісіп алайын деп, ертерек диванға қисайып кеткен, ұйықтап кетіпті. Түн ортасында қыздың жылаған даусынан ояндым. Басымды көтерсем, ол терезе жақтағы төсекте басын төмен салып, егілсесін құшақтап отыр екен. Ұйпа-түйпа болған шашы жүзін жасырып, тізесіне төгіліп жатыр. Оқыстан басын көтеріп жанарымен жаншып тастайтындай. Көзі қандай екен. Қорқынышты фильмдегідей қап-қара болса ше. Ең дұрысы тыныш жата беру. Қойныма жылан салып жібергендей денем ұстап барады. Өтіріктен ұйқы сұрағандай болып, қозғалақтадым диванның арқалығына қарап жатып қалдым. Көзімді тарс жұмып, енді келеді екен деп күтіп едім, келмеді. Құлағымның түбінен терең дем алып, қан ұйыған көздерін таңданып жұмып ашып, шашымнан иіскеп, мен қозғалақтай бергенде бұрышқа тыпсыз жетіп барып, отыра қаларды бөліп жатқанда ұйықтап кетіпті. Сол күні үйде жалғыз емес екенімді түсінді. Таңертең оянып, түндегі оқиғаның не өңім, не түсім екенін айыра алмай, ойым оңға, санам сарсаңға бөлінді. Пәтердің теріскей жақтағы терезесі көңілсіздікпен күресе алмай, бөлменің ішін еңсемді езетін мұң көмкеріп тұрды. Бұндай сәттерде қозғалмай жата бергім келеді. Сол қызды тағы анық екі рет көрдім. Бірақ қателесуім де мүмкін. Екінші көргенім бұлай болды. Шатаспасам, жазуға отырған аптаның соңғы күндері. Әдеттегідей таңертең тамақтануға шыққанда әңгіменің ауанымен есікті кілттеуді ұмытып кетіппін. Есіме түсіп кетіп қайта бардым. Баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда байқадым. Кілт салатын тесіктен қап-қара көз қарап тұр екен. Басында аң-таң болып қарап тұрып қалдым да, содан соң түк байқамағансып жетіп барып есікті құлыптадым. Содан соң пәтерге көтеріліп келе жатқанда баспалдақтан кілт салатын тесікке қарамайтын болдым. Мүмкін алып қарап тұрған шығар. Рахмет. Құлағы жетелеп тылсым түн тереңде, тәп-тәтті ұйқымды күзетіп ояумын. Мен қазір шашылған жұлдыздар тереңде аспанды тазалап, өзгертем бояуын. Мен бір күні жаныма жұмағының төгілгенде сеңгір нұры, кірпігіңе байланса келіп жердің гүлі. Мен бір күні асылдарам, саған деген сағынышы басылмаған, жылас аспан көз жасын жасырмаған. Қарасаң тысқа бір сәт жанарында жарқ еткен жасым болам. Маңдайымдерге самалға сүйгізіп, төбемді жеті қат көкке тигізіп, жұлдыздың бәрін жолыма төсеп, жүрегіме бүкіл
әлемді сыйғызып, қап-қара түнді қақ жарып, сенің маңғаздығыңа малданып, даламды түгел думанға бөлеп, көктем көркіне тағдыр таңданып мен келдім. Аяғыңды раушан гүлдерге сүртіп, түнекті алтын кірпігін түртіп, арасын жолғып ай менен күннің, еліктей қалқам, елеңде бүркіп, шашыңды қолан қара түн өріп, мақпал кештердің манаты көміп, мақтадан жұмсақ, мамықтан үлбір, періштелердің қанаты болып, сен келші. Жыладым дағы жасырын, реніш мен өкпе көңілсіздікті өзіңнен дағы жасырдым. Бір жылап алып басылдым, жанымның дертін ұға алмас ешкім ешқашан. Жанды қалмапты, сенемін дейтін мен саған. Жалғызбын бүгін, жанымда жырым болса да, назданып көзге жас алам. Толқында толқын билеген, шаштарын нота күйденең, ернімнен шығып асығыс, ернімнен барып сүйделем. Тағы да сен келесің, мен әлде қашан дәр кеткен, керіле басып келесің көне тоз ескі паркетпен. Уақыттан мына қасқағым, қарашы мына ойгенім, көзімді байлап тастадың, шаштарың сосын көйлегің. Ойласам ойға жердің аты, не деген қашап жарасың, еркелетінді ертіп ап еркелей басып барасың. Сені білмезі бұл күннің, ұмыту бірақ әбестік, орнына сенің күлкіңнің орнын толдырмас ән естіп, өзімді өзім жұбатып, өтер деп қазір алдымнан, көзіме келіп тұнатын арашалар деп бармыңнан, көктемнен көйлек сұрадым. Бір әтіп бүрме едіктен, ерніңде тұнып тұратын еркелігіңде жетектен, өтеттен күтіп, ойландай, азап екенін білермен еркелігіңнен ойланбай ессіздей болып жіберген түнерген жанның біредім. Түнермей қалай жаталам, ал қызыл түсті жүрегін атыңмен сенің атаған. Жатадан едім құлақта, сыңғыр қалған күлкімнің, жылашы, жылап бірақта, жыламауымда мүмкін. Ессіз жігіт, ерке назға елітіп, шығарысап, алған жоқ егітіп, тым биікке, жақпақ жолда жұлдызым, жер бетінде болмаған соң тегі түк.
халық би ансамблі. Әлденені сезетіндей отышым, бұл ғаламда еш құдірет жоқтысын. Көргенде ей ақыным ардақтым, оттысын да боқтысын. Түнде оның сергеме шарада, туған жол жүріп біткеннің бағына, шан жуытпа шамдарға бұл өмірдің жұқпаған байрағада. Теле салар жасым болса жерменде, бұл өмірген майырылмас өргеуде, еш адамның созуға кеткен жоқ. Ақын туып өлгенге мені сөксең, тек сен ғана сөкшіміп, қаруыңнан кетсе дағы оқшығып. Білесің ғой, мен білмеймін кім дейтінім, мен дейді, менің мұңым көп жаған ем дейді. Адамдардың жамандығын көрсем де жақсылықтан үміт үзгім келмейді. Досымдағы дұшпаным да жоқ менің, қыс тоңдырса жылтады көктемім. Арысам да азған жоқпын арымнан, көктесем де пейіліммен көктедім. Белестерге бастап барат нұр таңым, қалай бармын солай ғана жортамын. Сүрлеуімнен жаңылмасын белгілі жүрегімді. Жүрегім ай, қайғыдан қақ бөлінген, жалғыз қалып қоятын сәттерімде. Менің жүрген жолдарым артында емес, менің жүрген жолдарым дәптерімде. Сізге таныс келеді күй мағанда, көңілсіздік
мына жұрт сыйлағанда нөсер болып жауамын жер бетіне бір күні сыймағанда, сізге таныс келеді күймағанда. аңсарға, сағынарға, білерім көп сен жайлы сосын шығар жүрегім жоқ. Ақылға, бағдарға, суретіңе сен салған көп қаралым, қыр қараудан жаныма жоқпамалым, саған деген сезімді ұшан теңіз бір өзіңе айтуға оқталамды, қаламын тағылығып, мұз жүректің қалар деп сағысынып, гүл ұсынған жүрекке сен тұрсаң ғой, махаббатпен басыма бағысынып, айналып жүр басымыз жер секілді, екеумізді өзгелер көрсе күлді. 17-іңде жүректі жараладың, 17-ші беттегі мөр секілді. Жерге түссе аспанның жасындары,
егі қоңы, сезімнің тасынғаны, сағым болып жоғалмай, таңың менен бағым болып қаласың басымнан. Жаңбыр, жаңбыр, қызығамын саған шын. Ол да сені жақсы көреді себебі. Сен де оған тамшы болып тамарсың. Мен де сонда жаңбыр болғым келеді. Кірпігінде мөлдіршік болып тұрарсың. Көздерінен оқып арман, үмітті. Ол мұңайса, сен де бірге жыларсың. Жұбатумен сол бір жұмбақ жігітті. Мұңданат мұңайласам жанарым. Мендік арман, мезгілсіздеу соларымен. Жаңбыр, жаңбыр, тереземен қарадым, ол да сені көріп тұрған болған деді. Әдетте жаңғырық, сенің айтқанды қайталаушы еді, ал адам жаңғырық, керісінше екен. Жаңғырық, күзде де, қыста да үнемі, қайтерем соқпаса жүрегім. Сондықтан сендерге сенбеймін, ол мені сүйеді, білемін. Мазасыз көңілсіз күйдегі, ақылсыз санам түптемейді. Жылата береді дейсіңдер, жылатсын, себебі сүйеді. Елемей, жоқ әлі есіркеп, ол әлі келеді кешір деп. Мұнайта бересіңдер, мұнайтсын, әйтпесе несеркеп. Тәкаппар, ол сендеп кимейді, кимейді, басында емейді. Ол мені сүйеді, сүйеді. Ол сені сүймейді, сүймейді. Мама кейде мен оның жанарынан сезім көрем, мен үшін бағалырақ. Қалдырған сабағымнан алатын санам ұрлап. Үйреттің бәрінде тек айтпасын жүрек жайлы. Әкеңді сағындым деп сағынтқан күндер айды. Демеймін кеш шығыппын, расында күтпегенде. Сезімнен не шығыпты, төзімнен мықты менді. Келмейтін ойын сұңғым, күлушем сөзге сүйем. Күлуді қойып жүрмін, асығып кездесуге. Мама қара, тағы да түсімде жүр. Кінәлама, өзімде түсінбедім. Өтінем күрсінбегін сезімім үшін менің. Мама бүгін өзіне жырақтардым. Біліп алдың жасырған сырымды ашып, қоя берме, ұялам сұрақтарымың. Себеп қызың жақын. Қойып жанарын мөлдір, нұр қойып жабырқау жанға. Өртенген кезіміз сол бір, көркемім шағында бар ма? Шақырып бір әлем жұмбақ, арманың жетер алға. Сеугенің жастықтың жырға, сен менің әнімді шалма. Ұқсам олмадай қарға, бас иді кіршіксіз арға. Жымыйсан сезімдер асау, тулаған ыстық қанда. Қырлардан көтеріліп бірге, сыр айтып арайлы таңға.
жығында зарық тұрған жалғанда Аспанға ұшасың сен ертең, жерде мен қаламын көлеңкең. Ұшаққа қимасын, мен жанып кетемін сендерден. Бір жүрекке бар сезімім сыйғасын, одан басқа не сұрар ем сен менен? Аспан жаққа кетіп барат қимасын. Жерден шаршап сенделген, жанбасанда жалын едің о бастан. Мұйылдайын көздерінде оттырын. Бәлкім біздің сезімдерге жол ашқан аспан шығар кінәлі. Сезімнің сәл келмегенін татып ақтар. Бар сырын сізге ақтарды ақымақ жаным. Үзіліп жатқан нәп-нәзік үміттер сынды. Үзілді ағаштан нәп-нәзік жапырақтарым. Көктеммен келген сезімім күзбенен кетер. Тас сынды жаннан мейірім іздеген бекер. Қайтейін сезімдерімнің мөп-мөлдір ыстық бір қабілеті болмаса, сіз дегенде де қош. Жылы жаққа кетпеңдерші, ей құстар. Мұнда да бар жылылық, жат өлкеден бағыз деген бай құстар. Жүрегімде жығылып, тым алыста кетпеңдерші құстар-ау. Жақын көзі жылы жақ, мен сүйетін ғұмыр қандай қысқалау, күту қандай тым ұзақ. Қоштасқанда қап кетеді өкініш, сүйген ауыр себебі мені тастап кетпеңдерші өтініш, болды ғана деп едім. Шашыңды сенің көрпе қып, ұйқыға кетер тілшіді. Отыңа лаула өртеніп, келеді тағы күн шығып. Күндерді саған еліктеп, әр таңда билеп шайқалар. Нөсерін бұлттар төгіп кеп, өзіңді көріп шайталар. Сен ойлап өтсе түр-күнін, кеудеме дүрсіл сыймайтын, бақыттың теріп түр-түрін өзіңе гүл қып сыйлаймын. Өзіңдей керім шырғыздың көркіне тоймас тауына, жиып ап
бәрін жұлдыздың төсеймін сенің алдыңа. Толқиды көңіл көлдері, толқудың сырын түн білген. Өзіңді жаным көргелі, қанатсыз ұшып жүрмін мен. Мен дағы қалдым жалғыз, санамасам бос күндерді. Достардың өмірімдаңыз, аққуды құшқым келді. Әнменен тербей алған, көз жастың көмегі еш. Дұғамен емдей алман, етегім неге күлеш. Өмірдің тізгіні кімде, құлады біреу арадан. Мұң өліп тірілем күнде, мені жазғырғанда барадым. Қайталар араға жыл салып, мұздықтар ерейді дегенде. Жат сиыр сезімге тұмшалып, сағыныш сыймайды көлемге. Жалғыздық, бөлмедегі өмір, қандай айқын жарқын сен. Үмітің мен арманыңды бір жерде бір мықты сен. Мидағы құлдық күсен. Өткен күннің коллажы санамнан сырғып түседі. Жоқ, бұл жерде ешкім сені ала алмайды. Орындық, келуге кешкісін. Дегенше бір жыл ұзағып түседі сенің қоңыр көздерімен ештеңе домаламайды. Арман асқақ, жан ізгі, тек кешкілік көлеңкелер. Әрізді, не ғой, бұл жер жалғыздық деп аталар. Әлгі бір көргеннен ғашық болу тәрізді. Маған сондай көздерім көшеді. Домбыраның таусылып тұрар шегі. Егер менімен бірге бұл үйде әруақтар тұрған болса, екі ақым кешіріп шеді.
шарамыз өз мәресіне жетті. Сахна төріне Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының қызметкерлерін шақырып, Жыр жауһар поэзиясы клубына табыстайтын ықылас күнін ұсынуға рұқсат етіңіздер.